Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жидек қосылған сүзбелі бәріштің рецебін қабыл алыңыздар. Мастер-класстарда сататын ең сұранысқа ие рецептердің бірі. Рецебін экранға және описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен ұнға қопсытқышты, шым-шым тұзды және қантты салып араластырамыз. Мен қант ұнтағын пайдаланамын. Үйіңізде кофе үгіткіші болса, қантты үгітіп пайдаланыңыз. Осыған тоңазғышта тұрған салқын сары майды қосып, қолымызбен крошка жасаймыз. Содан кейін бір жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Осында жұп-жұмсақ қамыр шығады, оны тоңазғышқа пакетке орап салып қоямыз. Салмасына кез келген сүзбені қолдануыңызға болады. Менде дүкендегі 9% сүзбе, оған қаймақ қосамын, қант және жүгері крахмалын жұмыртқа қосамыз. Оны қасықтың немесе шанышқының көмегімен араластыруыңызға болады. Мен осылай блендермен біркелкі массаж жасап біріктіріп алдым. Ендігі кезекте қамырын жайып формаға орналастырамыз. Формаға салғаннан кейін қолымызбен жөндеп тегістеп шығамыз. Салмасын құйып, кез келген жидекті қолдансаңыздар болады. Мен таңқураймен жасаймын. Таңқурайдың көп шырыны бөлініп шықпас үшін кішкене жүгері крахмалын қосамын және араластырамын. Бәрішті 180 градусқа дейін алдын ала қызып тұрған пешке саламыз. Шамамен 40-45 минутқа қоямыз. Дайын болған соң міндетті түрде формадан шешпей суытамыз. Бәрішті ең алдымен бөлме температурасында суытып, кейін тоңазғышқа кем дегенде 3 сағатқа қоямыз. Толық суыған бәріш формадан оңай босатылады. Қалауыңызша бетіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнама жазылып қойыңыз.